ғажайып көшек бар екен. Мынау не деп ойлайсыңдар? Қанша бұрышы бар екен? 1, 2, 3, 4, 5. 5 бұрышқа ұқсайды, иә? 5 бұрыш бар екен. 5 бұрышты біз додекадр дейміз. Енді қарайыншы, мынау не екен балалар? Бір сыйлықты бізге. Мынау не деп ойлайсыңдар? Жайы дүрбі, иә? Көмеді ме? Кәнде ойнап көрейік. Ал балалар, келесі тапсырманы орындап көрейік. Қараңдаршы, қандай ғажайып текше. Түсі қандай екен бұл текше? Дұрыс айтасыңдар. Қандай тапсырма жасалған екен? Жануарлар, үй жануарлары және жабайы жануарлар. Ал тапсырманы Алдияр орындайды бізде. Алдияр, ала қойшы, қай жануарға қандай тамақ бересің? Тапшы, табандар бәрі шатасып кетіпті. Қоян сәбиді. Дұрыс айтасың. Келесі қандай жануар? Аю бал дейді. Дұрыс айтасың. Ешкі шөп дейді. Жарайды. Мысық балық дейді. Ет дейді. Ет жақсы көреді. Тамаша, жарайсың Алдияр. Балалар, мынау текшенің түсі қандай? Жасыл. Ал қараңдар, мына жерде не бар екен? Доп. Ал топтың түсі қандай? Топ көңілсіз болып тұр екен. Кәне топты көңілді көтереміз ба? Топтың көңілін көтерсін. Келесі текшені алып көрейін балақайлар. Қандай түсі? Қызыл, керемет. Қызыл текшенің ішінде не жасырып тұр екен? Жарайсыңдар. Ал енді алданға тақтайшаларымызды аударамыз. Не бар екен? Доп бар екен. Ал енді түрлі түсті қаламмен бояймыз. Сурет салу әрекетінде балалар шығармашылық өнерін дамытады, сонымен қатар қолдың ұсақ моторикасын жетілдіреді. Қандай әдемі түрлі түсті добымыз болды, иә балалар? Келесі сыйқырған текшемізді алып көрейікші. Текшеміздің түсі қандай? Жарайсыңдар. Бұл түрлі түсті шариктер екен. Барлығымыз үрлейікші бірге. Бірге жем аламыз. Оны шарға жібереміз. Үлкен шар үрлеуіміз керек. Кәнекей, кім мықты? Барлығымыз түрлі түсті үлкен қылып шар үрледік, дұрыс па? Тыныс алу жаттығусын дұрыс жасау өте пайдалы балалар. Көңілдері көтерді ме шарды көріп? Жарайсың. Қараңдар, қандай біздің ғажайып сөмкемізде тағы да текшелер бар. Мынау қандай түсті текше? Қызыл бәрекелді. Қызыл түсті жақсы көресіңдер ме? Жақсы көресіңдер. Ал ішінде қандай сурет бар екен? Мынау кімдер? Мамандықтар, иә? Мамандық иелері. Кітапты бізде кім ұстайды? Мұғалім. Қалай ойлайсыздар? Аспазшыға не қажет? Ал шаштарыңызға не қажет? Тарақпен қайшы. Мына жерге қарасам бәрі шатасып кетіпті. Кім бізге көмектеседі? Жарайсың, кәнекей, әзірше Назар көмектессін. Мұғалімге кітап керек. Дұрыс айтасың. Шаштарыңызға не керек екен? Шаштарыңызға тарақ керек. Дұрыс. Ал мына жерде қарашы, мынау қалай болып кетті? Мынау дұрыс па екен? Аспазшыға тарақ керек па? Жоқ. Оған не керек аспазшыға? Қазан керек. Қаны орын дұрыс жасап қой. Қазан тамақпен жасайды. Дұрыс, қазанмен тамақ жасайды. Аспазшыға қазан керек. Бәрекелді. Балақайлар, мына жерде не бар екен? Мына текшенің түсі қандай екен? Оның ішінде не бар екен? Қараңдаршы. Көпіршіктер бар екен. Көпіршіктермен қалай үрлейді? Ойынға іріктелген қызықты тапсырмалар әрдайым балалардың көңіл-күйін көтеруге бағытталған. Көңіл-күйлерің жақсы ма балалар? Біздің ғажайып топта тағы қандай сиқыр бар екен? Қандай сиқырлы текшеміз бар екен? Қараңдаршы. Мынаның түсі қандай? Аппақ түсті де жақсы көресіңдер, иә? Кәні бұрып көрейік. Мынаның ішінде бір қалташа бар екен. Не бар екен? Кәнеге Алдияр көрейікші. Ай көркем екеуі көрсін. Не бар екен ішінде? Қапшықтың ішінде не бар? Кәні қолын салып тұршы. Кәнеге шар ғой. Қандай әдемі әшекей, иә? Ай көркемге әшекей жасап сыйлайсың ба? Балалар сондай болады. Қыздарға әшекей жасайды. Тапсырмада балалар қолдың ұсақ моторикасын дамыта отырып, кішкентай бұйымдарды қолданып, әшекейлер жасауды үйренеді. Қаншама көптеген текшелер пайда болды, иә? Кәні оны құрастырып көрейікші. Кәні жұмысқа кірісейік. Текшелеріңе қараңдар, өздерінің текшелерің жабысып қалды ма? Жарайсыңдар. Ал енді осы бәрін жинайық, кәнекей ортаға келіп бәріміз қосайық. Бір шеңберге әкеліп қосайық. Кәнекей қосамыз. Кәнекей көптеген текшелерден қандай ғажайып доп жасадық, иә? Керемет. Кәнекей доптарың қандай болды? Димаш әкеле ғой допыңды. Мынандай кәні күшті доп болды. Кәні Димаш жарайсың, Айшаға береді, жарайсың, Назарға береді, Диана, Бекболат, кәні Асима, керемет, тамаша. Қандай керемет, балалар қараңдаршы, қандай күшті доп болды, иә? Бұлай да айналдырсақ болады, бұлай да айналдырып, лақтырып та ойнадық, иә балалар? Күшті екен. Ал енді мен қарасам, біздің сөмкемізде тағы бір текше қалып қалған сияқты. Кәне мен көрейінші. Шынымен балақайлар
қараңдаршы, қандай түсті текше қалып қалды? Сары түсті текше. Бірақ бұл өзі бір түрлі ерекше екен. Мына жерге қарасам, мынау не өзі сап-сары. Қамырға ұқсайды ма? Ұқсайды ма қамырға? Кәніге ұстап көріңдерші. Келіңдер, бәрі ұстап көрің қолдарымен. Бірдеңе сезіп тұрсыңдар ма? Ішінде бірдеңе бар сияқты, иә? Техникалық құрал, дөңгелек бар сияқты, иә? Кәніге біз көрейік не бар? Қоя қой. Кәніге долымызды жабыстырайық. Кел, астынан жабыстыр, жерін жабыстырыңдар, мына жерін жабыстыр. Астын жабыстыр. Ал енді үстін жабайық. Жаңа матамен жабайық. Кәні жабаңыз, кәні. Жабыңдар, жаб. Сен де жаб. Үстіне бар. Бір, екі, үш. Кәніге таңғалатын бір ғажайып сыйлар болды. Мынау не бар? Бауырсағымыз. Енді барамыз. Біз оқып кетесіңіздер? Кәніге алаңымызды дайындайық. Қызықты ертегі саяхатына Торкөз алаңы қолданады. Дайын болып тұр. Ертеңгі алаңына барам дейді. Ал алаңымызда қандай ертегілер бар екен? Балақайлар, мынау қандай ертегі? Алдар көсе ертегі. Алдар көсе ертегі мына төрге қояйық. Ал енді бауырсақтың мекені танитын мынау қандай ертегі? Бауырсақтың мекенін біз мына жерге қояйық, иә? Торкөзге. Енді қараңдар, мынау қандай ертегі? Жетібақ ертегі. Мынау Торкөзге қояйық. Сүйікті, жақсы көретін ертегілердің қандай ертегі? Қандай Торкөзге қояйық. Енді біздің ертегі алаңқайымыз дайын. Біздің бауырсағымыз саяхаттануға шығамын дейді.